Бүгінгі күні біздің елімізде ұлттық және азаматтық құндылықтардың негізінде жеке тұлғаны қалыптастыру және дамыту, жеке адамның рухани күш-қуат мүмкіндіктерін ашу, адамгершілік пен салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін қажетті жағдайлардың барлығы жасалуда. Тәрбиенің басты мақсаты әр адамның ішкі құндылығын, тұлғалық қасиетін ашып бағалауға үйрету. Осыларды ескере отырып, еліміздің мектептерінде 2001 жылдан бері өзін-өзі тану пәні оқытылып келеді. Өзін-өзі тану пәні жастардың бойында махаббат, адамгершілік, мейірімділік сияқты жалпы адамзаттық құндылықтарды қалыптастырады. Оларды рухани адамгершілік нәрмен сусындатады. Өзін-өзі тану адамның өзіне терең мән берудің алғашқы қадамы. Ойшыл Сократ өзгені тану үшін өзіңді өзің таны деген болатын. Қазіргі біздің өзін-өзі тану пәні Сократ ілімінің үйлесімін жалғасы іспеттес. Бұл пән жобасының авторы Саран Алпысқызы атап өткенде, әр баланың қабілетін ашу, өзіне жол табуы, өзінің күш-жігеріне сенуі, өзінің өмірдегі орнын анықтау үшін өте маңызды. Әлемде махаббат пен мейірімділік аурасын жасай отырып, қарапайымдылық пен махаббат жүректен жүрекке жетуі тиіс. Яғни әр баланың ата-ананың жүрегіне жылылық нұрын ұялату, әрқайсымыздың орнымыз ерекше. Оқушының жас ерекшеліктеріне сәйкес өзін-өзі тануға, өзін дамытуға бағытталған жұмыстар мектепте ғана емес, отбасында да ата-ананың көмегімен жалғасын тауып, өзара ықпалдастыққа бағытталып жүргізілуі керек. Өзін-өзі тану пәні жеткіншекті жарық дүниеде өмір сүреді. Адам екенін терең сезінуге, адамға қуаныш сыйлай білуге баулиды. Жанында жүрген аяулы адамдардың бар екенін ұғынуға көмектеседі. Адамдардың сезіміне ие болу және оны ақтай білуге үйретеді. Борыш пен парызға адал болуға тәрбиелейді. Артында өшпейтін із қалдыра білуге талпындырады. Өзің дара тұлғасың, мен үшін өзің танасың. Мейірімді көзбен қарайсың, айналайын сарана. Ұқсайды дархан көңілім, ұлан байтақ далаға. Ұсындың бізге мейіріммен өзін-өзі тану сабағын. Берерім бұл пәннің. Елдің анасы, бір өзіңсіз бүкіл елдің анасы, барлық пана, барлық жанның панасы. Құшағыңа қалай ғана сыйды екен бүкіл елдің қазақ атты баласы. Алақаның аялы, құшағың кең, сендей адам табылмас жер жүзінен. Бөбектердің жол тауып жүрегіне, құшағыңа сыйдырдың көңілің кең. Сендей жанды өмірге алып келген, батыр ана өмірде бақытты екен. Елбасымыз халықтың басы болса, бөбектегі бақытты сыйлаған сен. 100 жасаңыз өмірден түңілмеңіз, қалып қалмасын ешқашан көңілде мұң. Алғыс айтып өзіңе басым дейім, күлдіріңіз бөбектерді қуантыңыз. Жанарыңыз мөлдір судай тұңғиық, тірі жанға жылы шырай нұрқиық. Сіз шықсаңыз арқаланып қалушы ед, алдыңыздан көрінердей бір биік. Таң атар деп әлі алдан арайлы, аманаттап қалдырады талайды. Өзін-өзі тану сан ұрпақтың санасы, жаңғыртады ғибратты жарайды. Сарапа, қадір тұтар қасиетіңіз, бізге қымбат әр айтқан өсиетіңіз. Сіздің әрбір ісіңізден өнеге алып, әрқашанда алдыңызда бас иеміз. Әрбір айтқан ақылыңыз шуақ бізге, бойыма күш бергендей қуат табам. Шын көңілмен мен бүгін өзіңе арнап, жүрегімнің түбінен жыр ақтарам. Қиындықты көрсем де жасымаған, қамқоршыңда өзің саранам. Қуанышқа кенеліп күн сайын жүре бер деп тілеймін. Арыс қаласындағы нөмірі 17 колледж. Сара Алпысқызы Назарбаеваның 80 жылдық мерейтойына орай алтын жүректі ана атты құттықтау челленджін Отырар аудандағы Дәуренбек Құрманбек атындағы
нөмірі 20 колледжге жолдаймыз.